Тарихты білу не үшін қажет? Қазақстанның ежелгі тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Тас дәуірінен кейін қандай дәуір келді? Тас дәуірінде адамдар қалай өмір сүрді? Қола және темір дәуірлерінде адамдар немен айналысты? Қоғамда қандай өзгерістер болды? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Тарихты білу не үшін қажет? Төл тарихымызды білу біз үшін ата-бабаларымыз өмір сүрген заман мен бүгінгі заманды салыстырып саралау үшін қажет. Кіндік қанымыз тамған туған жерімізбен осы жерімізді қорғауда аянбай күрескен ата-бабаларымыздың батырлық, ерлік дәстүрі, тыныс тіршіліктері жайлы тарихтан оқып білеміз. Өткен замандарда өмір сүрген дара тұлғаларымыздың ерлік дәстүріне қанық жас ұрпақтан ғана елім, жерім деген нағыз азамат шығады. Тарих сонымен бірге адамзат баласының өткеніне үңіліп ой жүгіртетін жол. Қазақстан тарихы жалпы тарихтың құрамдас бөлігі. Бұл біздің туған отанымыздың тарихы. Ал ендеше бастайық. Қазақстан тарихы 4 кезеңге бөлінеді. Бірінші, ежелгі Қазақстан тарихы. Екінші, орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. Үшінші, жаңа заман тарихы. Төртінші, қазіргі заманғы Қазақстан тарихы. Қазақстанның ежелгі тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Ежелгі тарих адамзаттың ең ұзақ кезеңін қамтиды. Ғалымдар еңбек құралының жасалу ерекшелігіне қарай Қазақстанның ежелгі тарихын тас, қола, темір дәуірлеріне бөледі. Тас дәуірінің өзі ерте тас дәуірі палеолит, орта тас дәуірі мезолит, жаңа тас дәуірі неолит. Тас пен қола дәуірінің арасындағы өтпелі кезең мыс тас кезеңі энеолит болып бөлінеді. Тас дәуірінен кейін қандай дәуір басталды? Тас дәуірінен кейін қола дәуірі басталды. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр аралығын қамтиды. Одан кейін біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздағы 6-ші ғасыр аралығын қамтыған ерте темір дәуірі болды. Тас дәуірінде адамдар қалай өмір сүрген? Тас дәуірінде адамдар табиғатқа толықтай тәуелді болды. Ежелгі адамдар суы мен азығы мол, еңбек құралдарын жасайтын шикізаттары бар жерлерді мекендеді. Олар біртіндеп, тәжірибе жинақтап, қарапайым тас құралдарын жасаудан металл өндірісіне дейінгі жетістікке қол жеткізді. Қола дәуірінде адамдар немен айналысқан? Неолит дәуірінде мал шаруашылығы, егіншілік, металл өндіру пайда болған болатын. Ағылшын тарихшысы Гордон Чайлд бұл жаңалықты неолит революциясы деп атады. Қола дәуірінде мал шаруашылығы мен егіншілік одан ары дамыды. Нәтижесінде артылған өнімдерді жинауға мүмкіндік туып, адамдар табиғатқа тәуелділіктен аздап арылды. Темір дәуірінде қандай өзгерістер орын алды? Темір дәуірінде шаруашылықтың дамуы жаңа сатыға көтеріліп, темір құралдар кең қолданысқа енді. Еліміздің табиғат құбылысына бейімделген көшпелі мал шаруашылығы өркендеді. Қоғамда қандай өзгерістер болды? Қоғам маңызды даму кезеңдерінен өтті. Тобырдың орнын рулық қауым басты. Көшпелі мәдениет қалыптасып, жетістіктері әлем өркениетінің игілігіне айналды. Қазақстан территориясын ерте темір дәуірінде мекендеген Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы, Сармат тайпалары қазақ халқының қалыптасуында маңызды рөл атқарды.